Армысыздар, құрметті достар. Бүгін біз ер адам денсаулығындағы ең маңызды, бірақ көп жағдайда жабық қалатын тақырыптың бірі ұрықтың сапасы мен санын қалай күшейтуге болатын туралы айтамыз. Статистика өте қатал. Соңғы 20 жылда ер адамдардың ұрық концентрациясы орта есеппен 2 есеге азайған. Зерттеушілер бұл құбылысты тыныш дағдарыс деп атайды. Неге тыныш? Себебі бұл туралы ашық айтылмайды. Егер отбасында сәби болмаса, кінәні көбіне әйел адамнан іздейді. Бірақ шын мәнінде бедеулік жағдайларының тең жартысында себеп ер адамның денсаулығында. Сондықтан мен, Мирас Ерланұлы, бүгін сіздерге сол себептерді ашып, үй жағдайында ұрықтың сапасын қалай өзгертуге болатын туралы шындықты айтып беремін. Ең алдымен физиологияға тоқталайық. Сперматозоидтар аталық бездерде өндіріледі. Бір сперматозоидтың толық пісіп жетілуі шамамен 72-74 күнді алады. Бұл дегеніміз, сіздің бүгінгі өмір салтыңыз 3 айдан кейінгі ұрық сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан, егер сіз бүгіннен бастап денсаулығыңызды түзесеңіз, оның нәтижесін ертең емес, тек 3 айдан кейін көре аласыз. Ұрықтың сапасын бағалағанда дәрігерлер негізгі 3 көрсеткішке назар аударады. Ұрық сапасын нашарлататын себептерді білу бірінші қадам. Ең үлкен жау бұл жылу. Аталық бездер дене температурасынан 2-4 градусқа төмен температурада жұмыс істейді. Сондықтан олар денеден тыс орналасқан. Ыстық ванна, сауна, баня, жылытылған автокөлік орындығы барлығы сперматогенезді уақытша бәсеңдетеді. Бір сауна сеансы сперматозоид санын бірнеше апта бойы азайтуы мүмкін. Бұл уақытша, бірақ жиі қайталанса, созылмалы мәселеге айналады. Темекі ұрыққа тікелей улы әсер етеді. Темекінің ішіндегі кадмий, никотин, полициклді ароматты көмірсутектер сперматозоидтардың ДНК-сын зақымдайды. Зерттеулер бойынша, темекі тартатын ер адамдарда сперматозоид саны 15-20%-ға аз. Қозғалғыштығы нашар, морфологиясы бұзылған. Темекіні тастағаннан кейін 3 ай ішінде сперма сапасы айтарлықтай жақсарады. Алкоголь тестостерон өндірісін басады, аталық безін зақымдайды. Созылмалы алкоголь тұтыну сперматозоид санын және олардың қозғалғыштығын едәуір төмендетеді. Тіпті аптасына 5 немесе одан да көп алкоголь дозасы тұтыну сперма сапасын нашарлататыны дәлелденген. Стресс кортизол деңгейін арттырады. Кортизол тестостеронның антагонисті, яғни кортизол жоғарылаған сайын тестостерон азаяды. Созылмалы стресс сперматозоид санын, олардың пішіні мен қозғалғыштығына кері әсер етеді. Ұйқының жетіспеушілігі. Тестостерон терең ұйқы кезінде өндіріледі. Тәулігіне 6 сағаттан аз ұйықтайтын ер адамдарда сперма сапасы нашар болатынын зерттеулер растайды. Семіздік тестостеронды эстрогенге айналдырады. Гормоналдық тепе-теңдік бұзылады. Сперматогенез зардап шегеді. Артық салмақ сонымен бірге аталық бездер аймағының температурасын арттырады. Отырықшы өмір салты. Кіші жамбас аймағында қан тұрып қалады. Аталық бездерге оттегі мен қоректік заттардың жеткізілуі нашарлайды. Ноутбукты тізеге қою жергілікті температураны арттырып, сперматогенезге кері әсер етеді. Анаболикалық стероидтар мен тестостерон препараттар туралы арнайы айту керек. Спорт залда бұлшықет үшін стероид қолданатын ер адамдар бедеулікке жиі тап болады. Сырттан тестостерон немесе стероид кіргенде, ми аталық бездерге сперматозоид өндіру сигналын тоқтатады. Аталық бездер ұйықтайды. Курс аяқталғаннан кейін де өз өндіріс бірнеше айға, кейде жылдарда созылып қалпына келмеуі мүмкін. Кейбір жағдайларда мүлде қалпына келмейді. Ұрықтың сапасын үй жағдайында өзгертуге болатын ешкім айтпайтын шындықты айтамын. Алдымен тамақтану. Ұрық сапасына тікелей әсер ететін фактор. Антиоксиданттарға бай тағамдар сперматозоидтардың ДНК-ны зақымданудан қорғайды. Мырыш сперматогенез үшін ең маңызды минерал. Оның ең бай көздері: қызыл ет, тауық, балық, жұмыртқа, күнбағыс тұқымы, жаңғақ. Фолий қышқылы сперматозоидтардың санына оң әсер етеді. Жасыл жапырақты көкөністер бұршақ тұқымдастар. Селен сперматозоидтардың қозғалғыштығы үшін маңызды. Балық, жаңғақ, жұмыртқада мол. Омега-3 май қышқылдары сперматозоид мембранасының икемділігін арттырады. Майлы балық, зығыр тұқымы, жаңғақ. С витамині мен Е витамині антиоксидант ретінде сперматозоидтарды бос радикалдардан қорғайды. Жемістер мен көкөністерде өсімдік майларында мол. Қызанақтағы ликопин сперматозоидтардың дұрыс пішінін жақсартатынын зерттеулер көрсеткен. Пісірілген қызанақта бұл зат шикісіне қарағанда жақсырақ сімеді. Тұтастай алғанда, жерорта теңізі үлгісіндегі тамақтану, жемістер, көкөністер, балық, зәйтүн майы, жаңғақ ер адамдардың ұрық сапасы мен
оң байланысты екені дәлелденген. Физикалық белсенділік тестостерон өндірісін ынталандырады, артық салмақты азайтады, қан айналымын жақсартады. Аптасына 150 минут орташа қарқынды аэробты жаттығу, жаяу жүру, жүгіру, жүзу, ұрық сапасын жақсартатын оптималды деңгей. Бірақ шамадан тыс жүктеме, мысалы, кәсіби деңгейдегі төзімділік спорты тестостеронды уақытша төмендетуі мүмкін. Орташа белсенділік ең дұрыс таңдау. Ұйқы режимін орнықтырыңыз. Тәулігіне 7-8 сағат ұйқы тестостерон өндірісінің негізгі шарты. Бір апта бойы ұйқыны азайту тестостерон деңгейін 10-15%-ға төмендетеді. Стрессті басқарыңыз. Медитация, табиғатта жүру, демалыс, кортизол деңгейін азайтады. Тестостеронға жол ашады. Жай зат, бірақ нәтижесі нақты. Температура режимін сақтаңыз. Ыстық ваннаны душқа ауыстырыңыз. Сауна мен баняны толық тастамасаңыз, бірақ жиілігін азайтыңыз. Серпінді іш киімнен бос іш киімге ауысыңыз. Ұзақ уақыт отырып жұмыс жасасаңыз, сағат сайын 5 минут тұрып қозғалыңыз. Ноутбукты тізеге емес, үстелге қойыңыз. Бұл кішкентай әдеттер температураны қалыпты ұстап, сперматогенезге жағдай жасайды. Зиянды заттардан аулақ болыңыз. Пестицид, ауыр металдар, химиялық еріткіштер бәрі де ұрық сапасын нашарлатады. Бақша жұмысы кезінде қолғап киіңіз. Пластик ыдыстарда, әсіресе қыздырғанда, бисфенол А деген зат бөлінеді. Ол гормонды бұзатын зат, ұрық санын азайтуы мүмкін. Тамақты шыны немесе болат ыдыста қыздыру қарапайым, бірақ маңызды қадам. Жыныстық қатынас жиілігі маңызды ма деп сұрасаңыздар, иә, маңызды. Тым сирек қатынас ескі, зақымдалған сперматозоидтардың жиналуына әкеледі. Тым жиі сан азаяды, ұрықтану мүмкіндігі төмендейді. Оптималды жиілік 2-3 күнде бір рет. Бұл аталық бездердің жаңа, сапалы сперматозоид өндіруіне жеткілікті уақыт береді. Сперматозоидтың пісіп жетілу циклі 72-74 күн. Яғни, бүгін өмір салтыңызды өзгертсеңіз, 3 айдан кейін спермограммада жақсару байқалады. Жақсы нәтиже көру үшін бастысы шыдамдылық керек. Егер 12 ай бойы тұрақты жыныстық қатынаста болып ұрықтану болмаса, бұл дәрігерге баратын уақыт. 35 жастан асқан жұпта бұл мерзім 6 айға қысқарады. Дәрігер спермограмма жасауды ұсынады. Бұл ең негізгі диагностикалық талдау. Қан анализінде тестостерон, ЛГ гормондарын тексеру мүмкін, себепті анықтауға көмектеседі. Ерте тексерілу, уақытты үнемдеу. Ұрық сапасы, тұрақты емес шама. Ол өмір салтына тікелей байланысты. Темекіні тастаңыз, алкогольді азайтыңыз, ұйықтаңыз, қозғалыңыз, антиоксидантқа бай тамақтаныңыз, жылудан аулақ болыңыз, стрессті басқарыңыз. Бұл тізім қарапайым естіледі, бірақ ғылыми дәлелі бар. Ал стероид пен тестостерон ұрықтылықтың жауы. Ешқандай бұлшықет оны ақтамайды. 3 айлық өзгеріс ұрық сапасын айтарлықтай жақсартады. Бастау үшін ертең күтудің қажеті жоқ. Менің каналыма тіркеліңіз. Бұл видео пайдалы болса, лайк басыңыздар. Сау болыңыз.